Пайғамбарлар падишасы пайғамбарымыз Мұхаммедке сансыз салауаттар жолдаймыз. Баршаңыз бүгін Абылай бауырымыздың кереметтей туындысының тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Көп-көп рахмет. Енді маған берілген тақырып пайғамбарымыздың бойындағы мінез құлқынан өнегелер, сипаттар. Бұл құрметті бауырлар, бүйтіп бір 20 минуттың ішінде айтып тастайтын нәрсе емес. Дұрыс па, Жарқын ұстаз? Бұл үлкен тақырып, бірақ берілген уақыт осындай. Сондықтан уақыттарыңызды қадірлейміз, бағалаймыз. Тез-тез қазіргі замандағы үлкен біздің арамыздағы болып жатқан, жоғалып бара жатқан, бірақ пайғамбардың бойында болған қасиеттер жайында қазір айтып өтуге менде Құдай қаласа бір 20 минут уақыт бар екен. Біріншіден, құрметті бауырлар, қарындастар, әпкелер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең кемел мінез иесі. Алла тағала Құран кәрімде «Ва иннака ла'ала хулуқин азим», «Ей Мұхаммед, сен ең ұлы мінез иесісің» деп Раббымыздың өзі мадақтаған жер бетіндегі жалғыз идеальный адам. Одан кейінгілердің барлығы қателесушілер, яғни біздер. Сондықтан, бірақ Абай атамыз айтқандай, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз дейді. Ондай сияқты болу бізге қайда деп айтпас үшін, ол пайғамбар туралы айтпа бізге, ол қайда, ол сияқты деп айтпас үшін, Алла тағала әдейі пайғамбарымызды адамның жынысынан жасаған екен. Яғни, біз істей алатын адамның жынысынан жасаған екен. Сондықтан да пайғамбардың бойындағы сипаттармен біз де сипаттала алады екенбіз. Міне солардың ең біріншілері бұл қазіргі біздің бойымызда жоғалып бара жатқан қасиеттердің бірі, бірақ бұған кірмей тұрып бірден айтып кете салайын. Біздің пайғамбарымыздың алдында міндеттеріміз, әдептеріміз бар. Сол әдептерінің ішінде бір әдебі бар, бұл пайғамбарымызды көркем түрде үлгі өнеге алу менен ол кісінің сүннетіне ілесу деген бап бар. Демек, біз осы қазір мен айтқан сипаттарды істеу арқылы пайғамбардың алдындағы бір міндетімізді орындаған болып есептеледі екенбіз. Неге? Себебі біз ол кісіге қарыздармыз. Қалай десеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына бір хадисімен. Айша анамыз екеуі отырған кезде Айша анамыздың керемет сөзі бар. Я Алланың елшісі, маған бір дұға қылыңызшы дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, я Алла, Айшаның өткенін, келешегін, жасырын жасағанын, жария жасағанын кешір деп дұға қылады. Сол кезде Айша анамыз қатты қуанады, төбесі көкке жетіп. Пайғамбардың дұғасы қайтарылмайды, Айша анамыз қатты қуанады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ей Айша, менің қылған дұғам сені қатты қуантты ма деген кезде, я Алланың елшісі, төбем көкке жетіп жатыр дейді. Болды, Айша анамыз кешіріліп қойды. Төбем көкке жетіп жатыр, я Алланың елшісі деген кезде, ей Айша, бұл дұғаны мен үмметім үшін 5 уақыт намаздан кейін қыламын деп айтқан екен. Біз үшін 5 уақыт намазында дұға қылып өткен кісіге біз де қарыздар екенбіз, құрметті бауырлар. Міне сол қарыздарымыздың өтемі ретінде мына бүгінгі біз айтатын сипаттардың тым болмаса біреуін істеп жүрейік, ұят болып қалмасын ертең кездескен кезде. Біріншісі, бұл біздің бойымызда қазір жоғалып бара жатқан қасиеттердің бірі, бұл кішіпейілділік екен. Біздің бойымызда кішіпейілділік жоғалып, кісілігіміз артып бара жатқан замандамыз. Бір-бірінің сөзін көтермейтін, бір-біріне ауыр сөйлейтін заманда адамдардың қоғамында өмір сүріп жатқан жайымыз бар, солай. Бұл кішіпейілділік негізінде пайғамбардың ең асыл мінездерінің бірі еді. Жабірейіл алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуі отырған кезде түндердің бір түнінде аспан күркіреп кенеттен бір періште келді дейді. Сөйтті де әлгі періште Раббың саған мені жіберді, ей Мұхаммед дейді. Таңдау бар сенде дейді. Патша пайғамбар болу немесе құл пайғамбар болу дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жайлап Жабраил әминге қараған кезде ишара жасады дейді.
кішіпейілділік, төменділік. Онда пайғамбар саллаллаху алейхи мен айт, мен құл пайғамбар боруды таңдаймын деп айтты дейді. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзінің таңдауы не екен? Кішіпейілділік, кісілік емес. Сондықтан мен жантайып жемеймін тамақты дейді. Жантайып жемеймін. Мен патшалар сияқты жемеймін, құлдар сияқты тік отырып жеймін деп айтқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баршаңыз білетіндей мына Ухуд шайқасының алдында Меккеден хат келіп түседі. Сол хат келген кезінде сахабалардың барлығын Мәдина қаласында жинайды да сахабаларға айтады: қалай ойлайсыңдар, біз Меккеден келе жатқан 3000 әскерді Ухуд шайқасына қаланың сыртында күтіп алайық па, әлде қаланың ішінен күтіп алайық па дейді. Мен көрдіңіздер, мен пайғамбармын, мен өзім білем, қане Мәдинаның ішінде күтіп алайық деместен кішіпейілділік танытып, іште күтейік пе, әлде сыртта күтейік пе деді. Бірақ өзі іштей Мәдинаның ішінде күтуді қаласа да, сахабалардың көпшілігі Мәдинаның сыртында деп қабылдады шешімді. Дауыстың көптігімен пайғамбардың ішіндегі ниеті орындалмастан дауыстың көптігі алынып кетті де, сол жерде Ухуд шайқасы Мәдина қаласының сыртында болды. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен білем, мен Алланың пайғамбарымын, мен не айтам сол болады деген сөз емес. Бұл пайғамбарымыздың бізге үйреткен тәрбиесі мен кішіпейілділігі. Одан кейінгі шайқастарда мына Хандақ деген үлкен шайқас болады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 2,5 километр ораза айында Хандақ ор қазады. Ордың тереңдігі 3-4 метр, кеңдігі 4 метрдей ат секіріп өтпейтіндей дәрежеде 2,5 километр оразада ауыз берік күйде Хандақтың орын қазып жатқан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: жайлап сендер қаза беріңдер, өздерің білесіңдер, мен пайғамбармын, сондықтан шамалы демалып алайын деместен, кісілік танытпастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бет жүзі топырақ болғанға дейін Хандақтағы ордағы жаңағы топырақтарды тасып жүрді дейді. Бұл да пайғамбарымыздың бізге берген үлкен тәрбиесі екен. Және мынау керемет оқиға бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолына Тай деген рудан жаңағы тұтқындар түседі. Тай руының басшысы қашып кетеді, Ади деген кісі. Бізде мына Атымтай деп айтады қазақта, жомарт. Сол Хатим Аттай деген кісінің руы ғой. Хатымтай деген бізде Атымтай болып кеткен, сондай жомарт кісінің баласы елін тастап қашып кетеді. Бірақ қарындасы тұтқынға түсіп қалады. Сөйтеді де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам елші жібереді: қарындасыңа кел, Мәдина қаласынан орын табылады саған деп. Ана Ади деген кісі қорқып христиан дінінде болғаннан кейін әрең дегенде Мәдинаға келеді: басым кетіп қалмай ма деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Мәдинада кездеседі, қараңыздар. Сөйтеді де: әлгі Ади деген сен ба дейді, қашып жүрген. Я мен дейді. Жүр кеттік, үйге барып сөйлесеміз деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Адидің қолынан ұстап үйге кетіп бара жатқан кезде жолда бір кемпір кездесті де баласымен бірге өзінің проблемасын айтып кетті дейді. Мен деген осындай, мына балам деген анандай, ол деген бұлай болған деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ананы тыңдап тұр дейді, апамды. Қозғалмайды дейді. Бүкіл проблемасы біткеннен кейін болды деп пайғамбарымыз кетіп қалды дейді. Сонда тыңдап тұрған кезде Ади ибн Хатымтай бірден ойыма келді дейді: мынау патша емес деп айттым дейді. Патша бүйтіп мұң-мұқтажын тыңдап тұратындай сабырға ие бола алмайды деп айтты дейді. Мынау патша емес деп айтты. Бірінші ой келді дейді. Сөйттік те үйге қарай кірдік дейді. Үйге кіріп едік, Алла елшісі жұқа жаңағы кожын не деп айтады? Былғары, жұқа былғарыдан тігілген төсенішті Адиге қарай берді дейді. Ади енді мен отырам ба, отырмайын ба, не істерім? Отыра қалдым дейді жаңағы төсенішке. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі топырақтың үстіне отырды дейді. Төсенішті анаған берді, өзі топырақтың үстіне отырды дейді. Екінші рет ой келді деді: мынау патша емес деп айтты дейді. Мынау билікті көксеген адам емес мынау деген екінші ой келді дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуі отырып әңгімелесті дейді. Ей Ади дейді, сені исламға әкелмей жүрген нәрсе мұсылмандардың кедейлерінің көптігі, жағдайларының нашарлығы ма дейді. Валлахи, Алламен ант етейін, ертең бір заман келеді мұсылмандардың басына, адамдар садақа, зекет беретін адам таппай қалады дейді. Ей Ади, әлде сені исламға әкелмей тұрған нәрсе
мұсылмандардың қолында билігінің жоқтығы ма дейді. Құдаймен ант етейін, Алламен ант етейін, сондай бір заман келеді, мұсылмандар жердің көп бөлігін билейді дейді. Сені исламға әкелмей тұрған нәрсе әди, мұсылмандардың жер бетінде әлсіз болып қорқынышта өмір сүруі ме дейді. Алламен ант етейін дейді, сондай бір заман келеді. Қадисиядан шыққан жалғыз әйел дейді, түйемен, Қадисиядан қазіргі Ирак, Меккеге Қағбаны тауаф қылу үшін жалғыз аман есен келгенін көретін заман келеді дейді. Егер де осы сені исламнан тосып тұрған болса дейді, сонда сол жерде мен оның кісілігі емес, кішілігін мойындап, бұның көксегені билік емес екендігін мойындап, адамзатқа бақыт екендігін мойындап, дәл сол жерде мен пайғамбардың үйінде исламды қабылдадым, Алламен ант етейін, сол пайғамбар айтқан үшеудің екеуін мен көрдім дейді. Қадисиядан, Ирактан шыққан әйелдің Меккеге аман есен келіп қажылық өтегенін көрдім дейді. Және мұсылмандардың Кисраны, Парсы патшалығын құлатып, әлемнің көп билігін алғандығын көрдім дейді. Құдай қаласа, үшіншісінде көрем деп айтты дейді. Ал үшіншісі, пайғамбар дүниеден өткеннен кейін, 90 жылдан кейін, Омар ибн Абдул-Азиз деген табиғиннің заманында болған екен. Міне, пайғамбарымыздың бір кішілігі, бір ұлықтың исламды қабылдауына себеп болған екен. Сондықтан да бұл кішіпейілділік деген нәрсе таудың етегіндегі құрақ сияқты дейді. Тәкаппарлық ол тау болатын болса дейді, таудың басында су тұрмайды, етегіне қалай жығыла береді, таудың басы емес, етегі әр қашан жайқалады дейді. Кішіпейіл болған адам дәл солай көгереді дейді, жайқалады дейді. Ал биік қылған, өзін жоғары ұстаған, әр қашан қор болады дейді. Сол үшін де Алла тағала 6 нәрсені 6 жерге жасырды дейді. Олардың ішінде кішіпейілдікті дәрежені кішіпейілдікке жасырған дейді. Адамдар оны жағымпаздықтан іздейді дейді. Бірақ оны таба алмайды дейді. Міне сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады, кім Алла үшін кішіпейіл болса, Алла тағала оны ұлық қылады деп айтты дейді. Алла үшін кішіпейіл болу деген сөз, адамның мансабына, түріне, түсіне, болмысына, жынысына қарамастан кішіпейілділік таныту екен. Бұл пайғамбарымыздың бойындағы бізде жоғалып бара жатқан бір қасиеттің біреуі екен. Екінші, ол кешірімділік екен. Кешірімділік бұл, білесіздер, оңай нәрсе емес, тілге оңай, бірақ іске ең ауыр нәрселердің бірі, сипаттардың бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бойындағы кешірімділік сияқты сипат мүмкін ондай адам жоқ шығар. Ондай Таифтан таяқ жеп келіп тұрып, жаңағы 4 километр таспен ұрған, 10 күн бойы бір адам исламды қабылдамаған, сонда қиналып келіп тұрып, ей Мұхаммед, мына 2 тауды алып Таифтың үстіне қоя салайық деген кезде, олардың ұрпақтарынан Аллаға серік қоспай құлшылық қылатындар шығады ғой, оларға жазаларыңды қолданмаңдар деп тау періштесін қайтарған пайғамбарымыз кешірімді. Болмаса қанамаған жер жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. 4 километр емес, 15 метр таспен ұрса, біраз жерің нормально болып қалады. 4 километр пайғамбарымызды таспен ұрған қауымды пайғамбарымыз кешіріп жіберген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Ухуд шайқасы күні тістері кетеді, маңдайы кетеді, бет кетеді, бас кетеді, иық кетеді, 2 тізесі жарылып кетеді. Соңында келіп тепкен кезде, құдықтың ішіне түскен кезде 2 тізесімен түседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасы 55-те кісі тіземен төменге түскен кезде ойлай беріңіз қалай жарылған. Соның ішінде жатып, бір сахаба келіп, Алланың елшісі, бір дұға қылшы, мәселе шешіледі ғой дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла, қауымымды кешір, олар білмей істеп жатыр деп айтады дейді. Ең жақын жанына тәтті болған жағымды 70 сахабасын өлтіріп тастаған кісілерге не деп жатыр? Алла, қауымымды кешір, олар білмей жатыр деп айтты дейді. Мен лағнеттеу үшін келген пайғамбар емеспін, мен рахым пайғамбармын деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан да енді Ухудта ең жақыны Хамзаны өлтірген Уахшиді кешірді. Мекке ашылған күні, міне қараңыздар, 21 жыл бойы пайғамбарды азаптап, қинап,
дінін тоқтату үшін әрекет жасаған, 21 жыл бойы дұшпан болған Меккенің халқын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кешірді. Мекке ашылған күні барлығың азатсыңдар, барлығың боссыңдар, оған дейінгі нәрсе болды, өтті, кетті деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи сөйтіп барлығын бірдей кешірді дейді. Сол үшін де қазір психологтар не деп айтады? Жіберіңдер деп айтады. Жібер. Сөйтсек жіберу баяғыдан бар екен да пайғамбарымыздың заманынан салды. Міне сол үшін іште ренішіңді, өкпеңді, назыңды жинап жүріп, өзіңді қинай берме. Ертең сен кетесің. Сондықтан ішіңдегің барлығын естеп кет. Кешіретінді кешіріп, шығаратынды шығарып, беретінді беріп, өкінбейтіндей болып кету керек екен ағайындар. Өкінбейтіндей. Соңғы демін келген кезде ай деген әттеген айлар болмау керек екен. Біз ішіміздегі барлық нәрсені кешіріп, өшіріп, беретін пайдамызды беріп кетуіміз керек екен. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам керемет хадисінде айтады: "Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман". Кімде кім кешірімді болатын болса, Алла оларды кешіреді деп айтты дейді. Алла тағала бізді де кешірімділердің қатарынан қылсын. Кешіре алмай жүргендер бүгін жіберсін, кешірсін. Кетті ма? Бұл пайғамбарымыздың бойындағы екінші сипаты. Үшінші сипаты бұл әділеттілік. Енді ол үлкен тақырып. Сол үшін тез айтып шығам. Әділеттілік бұл Аллаға болады, өзіңе болады және адамдарға болады. Аллаға әділеттілік бұл Алланың айтқандарын істеу, хақыларын қою. Өзіме әділеттілік, өзіме табысталған аманаттарға қиянат жасамау. Қоғамға әділеттілік, адамдарға әділеттілік бұл не? Адамдардың арасында әр нәрсені өзінің орнына қою екен. Тіпті балалардың арасын ажыратпау. Нұғман ибн Башир деген сахаба бір күні әкеміз сыйлық алып келді дейді. Сөйтті де анамыз айтты дейді: "Бұл сыйлықты балаларға бермеймін, пайғамбарға барып бірінші көрсетпейінше" деп әкемізге айтты дейді. Сөйтіп Башир барды да пайғамбарымызға көрсетті дейді: "Мынау міне балаларыма алған сыйлығым" деп айтты. Сөйтсе ол кісінің 5 баласы бар екен, біреуіне ғана сыйлық алған ғой. 5 баласының біреуіне ғана сыйлық алған. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Неше балаң бар?" деп айтты. 5. Сыйлық нешеу? 1. Алладан қорық деп айтты дейді. Балаларыңның арасын алалама деп айтты дейді. Алладан қорық, балаларыңның арасын алалама деп айтты дейді. Біреуіне алдың ба, 5-еуіне бірдей ал дейді. Алмадың ба, онда біреуіне алып қалғанын көзін мөлейтіп қойма деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Мінекей, одан бөлек қоғамдағы пайғамбарымыздың әділеттілігін айтатын болсақ, Махзум деген тайпадан бір әйел кісі ұрлық істейді. Әйелдерге не жоқ дейсіз ұрлық істеп. Бірақ бар сондайлар. Қолының сұғанағы бар, бірдеңелер бар. Сонымен жаңағы әйел ұрлық істейді, ұсталып қалады. Ұсталмайын деп ойладың ғой, дейді о жаңа. Қашып кетем деп ойладың ғой деген сияқты ғой. Ұсталып қалады. Ұсталды да сонымен оның қолын кесуге үкім шығарады. Жаңағы шариғатта сол кезде пайғамбарымыздың Алла тағала бекіткен заңдары бойынша ұрлық істеген адамның мөлшеріне қарай қолдары кесіледі. Саусақ, білек, шынтақ деген сияқты. Ана әйел бірден не іздейді? Ортада мәселені шешетін біреуді іздейді. Сөйтеді де Усама ибн Зайд деген пайғамбарымыздың сүйіктісінің жақсы көретін сахабасының баласын тауып алады ғой. Усама, айтшы, сен Алла елшісіне ең жақын адамсың ғой. Пайғамбарға барып айтшы, кешіршін бізді, мен байқамай қалдым деп ана әйел Усамаға айтып жүрген кезінде Усама қасқа ойында ештеңе жоқ радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп айтады ғой: "Я Алланың елшісі, ол әйел осылай не қылып қойыпты деп айтады" дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Ей Усама, сендерден бұрынғы қауымды құртқан нәрсе осы" дейді. Сендерден бұрынғы қауымды құртқан нәрсе осы. Олардың ішінде танысы барлар, мансабы барлар ұрлық істесе дейді, олар жазадан құтылатын дейді. Ешкімі жоқтар істесе, жаза соларға жасалынатын дейді. Алла тағаланың атымен ант етейін, егер Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық істеп келсе дейді, Фатиманың қолын кесемін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Жер бетіндегі ең әділетті ол
менмін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін де бұл барлыға жалпыға бірдей не істеу керек екен, ортақ болу керек екен. Бүгін бір атаның не қылып жатыр, смело жүре бер деместен, оған күнәға жол ашып берместен, абайлаңдар деп айту керек екен. Енді ар жағында үлкен әңгіме бар оның. Нүктелер көп мынадай. Бұл әділеттілік деген пайғамбарымыздың бойындағы ешқашан ажырамайтын керемет сипаттардың бірі екен. Соңғы 4-ші сипатты айтам, сонымен Құдай қаласа тамамдаймыз. Бұл 4-ші сипат адалдық деп аталады екен. Адалдық. Адалдық бұл енді пайғамбарымыздың бойындағы керемет сипат, пайғамбарлыққа дейін болды. Сол керемет сипатының арқасында Хадиша анамызбен некелесті. Бұл білесіздер, саудадағы пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламның адалдығы. Ал енді пайғамбарлық келгеннен кейінгі адалдығын қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ағайындар сөзде де адалдықта да соңына дейін болған екен. Мынау жаңа айттым ғой, Мекке ашылған кезде 21 жыл бойы зиян берген барлық кісілердің барлығын кешірді. Өздері Мәдинадан Меккеге 10.000 сахаба болып келді. Меккеден 2.000 сахаба исламды қабылдады. Сөйтті де 12.000 сахаба Хунайн деген Таиф жеріндегі шайқасқа аттанды. Сол шайқасқа барған кезде жолда сахабалар айтты ғой, ха-ха-ха деді, бүгін бізде ешкім жеңе алмайды деді ғой. Өйткені біз көппіз деді ғой. Бұл уақытқа дейін ондай сахаба жиналмаған ғой. 12.000 сахаба. Бүгін біз көппіз деді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ауыздарыңа ие бола алмай қалдыңдар ғой деді. Асылық сөйлеп қойдыңдар деді. Қарасаңшы, көппіз деген кісілер Хунайн жеріне кірген кезде аспаннан жебелер жаңбырша жауды дейді ғой. Сонда пайғамбардың жанында 11.900 сахаба қашып кеткен ғой. 11.900, 100-ақ сахаба қалған. Жаңа бүгін біз жеңеміз деп кел жатқандардың ішінде 100-і ғана қалған, 11.900-ді қашып кеткен. 100-дің ішінде кім бар екен айтайын ба? Жаңа ғана исламды қабылдаған Абу Суфиян жүр ғой. Пайғамбарымыздың атын ұстап алған дейді. Қашпаңдар! Қашпаңдар! Алланың елшісі, мыналардың жылдамдығы сұмдық екен дейді. Дәл осы темппен бұлар Қызыл теңізге дейін барады ғой деп айтты дейді. Жиддаға дейін. Таиф пен Жидданың арасы 140 километр. Не деген скорость мынау деп жатыр қашқан кезде. Сөйтсе, ана абдырап қалған ғой. Неге түсіп қалған кезде абдырап, сахабалар не істерін білмей артқа қарай қашып кеткен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасында қалған ең көп сахаба, 90-ға жуық сахаба бұл ансарлықтар екен ғой, мәдиналықтар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылды дейді: Алла, ансарлықтарды кешір, олардың балаларын кешір, балаларының балаларын кешір деп айтты дейді. Ансарлықтарын. Сөйтті де сахабалар қайтадан естерін жинап оралды, соғыста жеңіске жетті. Мынадай олжа түсті ғой, мынадай. Сұмдық олжа түскен тарихтағы. Сол олжаның барлығын алып, міне қызығын қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді бөліп атыр ғой, бөліп атыр. Міне жақта ансарлықтар күтіп тұр. Ансарлықтар деген бұл мәдиналықтар ғой, күтіп тұр. Бүкіл беріп атқаны меккеліктерге ғой пайғамбарымыздың. Әділетсіздік болып атқан сияқты болып атыр, сырт көзге. Меккеліктерге беріп атыр. Так, Абу Суфиян саған 100 түйе дейді ғой. Машалла. Балаңа Мағауияға 100 түйе дейді. Мына балаңа 100 түйе дейді. Болды. Ырза болып кетіп барады. Сафуан деген кісі келді. Сафуан саған 100 түйе дейді. Я Расулалла, мен шамалы тағы 100 түйе деп айтады дейді. Я Алланың есі кішкентай тағы 100 түйе дейді. Я Алланың есі баламға түсіп еді, балаңа 40 түйе дейді. Валлахи, валлахи, валлахи. Алланың атымен ант етейін, я Алланың елшісі. Жаңадан исламды қабылдап тұрған адам ғой. Бұған дейін сізден жек көретін адам жоқ еді дейді. Бүгін жаман қатты жақсы көріп кеттім мен сізді дейді. Берген адамды кім жек көреді? Көрдіңіз ба? Сөйтіп барлығын таратып болғаннан кейін бір кезде пыш-пыш әңгіме келеді ғой пайғамбарымыздың құлағына. Қандай әңгіме айтайын ба? Көрдің ба деді. Алланың елшісі есегі судан өтті, болды деді. Біреуіңе бір тышқақ лақ берген жоқ дейді ғой. Мәдиналықтардың арасында әңгіме кетіп жатыр. Біреуіңе бір ешкі берді ма дейді пайғамбар. Ешқайсыңа берген жоқ. Көрдіңдер ма? Пайғамбар болды, Меккені алды, енді сендер болды. Уақыт дейді, давай ал. Уақыт болса, уақыт бітіріп тастайын тездетіп. Не айтып жатыр едім мен, ұмытып қалдым. Болды.
әңгіме піш пайғамбарымыздың құлағына жетеді. Сөйтеді де пайғамбар, бұл пышылдаған нәрсе жаман негіз бар ғой. Пайғамбарымыз ондай жек көретін болған піш деген нәрсені. Сразу пышылдаған нәрсені істейтін болған, ашып шешіп тастайтын болған. Ол пышылдаған, бықсыған нәрсе бықси береді ол бар ғой. Бықсытады, жан-жағын бәрін бықсытып құртады. Ашып бетті ашып болу керек. Міне қарап айту керек оны, бетті ашып болу керек деп. Сонымен бетті ашайын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сағат ибн Убада деген ансарлықтардың қолбасшысын шақыртады ғой. Сағат бер кел дейді. Осындай әңгіме болып жатыр ма сендерде дейді. Сондай болып жатыр, я Алланың елшісі дейді. Қарасай, Сағаттың адалдығын қараңыздар. Пайғамбардың алдында қараңыздар. Я Алланың елшісі, сондай әңгіме болып жатыр дейді. Сен қалай ойлайсың дейді ғой. Сағат ибн Убада айтады. Я Алланың елшісі, білмеймін, аналарға айтып отқан, мен шаруам жоқ вообще демеген да. Я Алланың елшісі, мен де солардың бірімін дейді. Мә саған керек болса. Мен де қауымымның бірімін дейді. Яғни маған да сондай ой келіп жатыр дейді. Қалай пайғамбар бір тышқақ лақ берген жоқ бізге деген ой келіп жатыр маған дейді. Я Сағат дейді, олай болса ансарлықтардың барлығын бір шетке жина, ешбір меккелік кірмесін дейді. Ансарлықтардың барлығы жиналады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барады ғой. Ей ансарлықтар дейді, сендердің араларындағы әңгіме маған жетті дейді. Ансарлықтар, сендерге не болды дейді. Мен келмей тұрып адасып жатқан қауым едіңдер ғой дейді. Алла тағала мен арқылы сендерге тура жол нәсіп еткен жоқ па дейді. Солай ма? Әлбетте я Расулалла дейді. Ей ансарлықтар, сендерге не болды дейді. Мен келмей тұрып кедейліктен сіңірлерің шығып бара жатқан қауым едіңдер ғой. Алла мен арқылы сендерді байытқан жоқ па? Әлбетте я Расулалла. Ей ансарлықтар, не болды сендерге? Мен келмей тұрып бір-біріңнен қырқысып атқан қауым едіңдер ғой. 100 жыл соғысқан ғой. Мединалықтар бар ғой. Екі тайпа, Аус пен Хазраж, тарихтағы ең ұзақ соғыс екен. 100 жыл соғысқан бір қаланың тұрғындары. Мен келмей тұрып бір-біріңмен қырқысып атқан қауым едіңдер ғой. Алла мен арқылы сендерге бауырмашылдықты бермеді ма дейді. Солай ма? Әлбетте я Расулалла дейді. Кеңшілік Аллаға және оның елшісіне ғана тән дейді. Машалла, қандай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей ансарлықтар, неге сендер бұлай деп айтпайсыңдар?" Қалай деп айтайық? Алланың елшісі, еліңнен қуылып, пана таппай келген кезде, біз саған пана берген жоқпыз ба деп неге айтпайсыңдар дейді. Ойбай, Алланың елшісі кеңшілік, Алла және оның елшісінікі дейді. Біз өйтіп айта алмаймыз дейді. Шынымен сіздікі не вообще пайғамбар деп шықпағанда ана жерде бір кісі. Ұмытып қалдың ба кеше қалай болып келгенді деп айтпаған. Көрдіңіз бе? Аллаға және оның елшісінікі кеңшілік дейді. Пайғамбар айтады: "Ей ансарлықтар, неге айтпайсыңдар? Сендер дейді, дымсыз болып келген кезіңде біз сендерге Мәдинадан күтіп алып үй жай берген жоқпыз ба деп неге айтпайсыңдар?" Сахабаларды қараңыздар, әдебін. Кеңшілік Алла және оның елшісінікі дейді. Ей ансарлықтар, сендер неге айтпайсыңдар? Не деп айтайық? Ей Алланың елшісі, елің, қауымың сені қорғаудан бас тартып атқанда, малымызбен, жанымызбен өзімізді қалай қорғасақ, дәл солай қорғаған біз емес пе едік деп неге айтпайсыңдар десе, кеңшілік Алланыкі және оның елшісінікі деп айтты дейді. Ансарлықтарды қараңыздар. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ей ансарлықтар" дейді, "не болды сендерге" дейді. "Адамдарға мал дүние бергенім сендердің мына жерлеріңе кіріп кетті ма" дейді. "Сендердің әңгімелерің жетті ғой маған, мына жерлерің кіріп кетті ма" дейді. "Біліп қойыңдар ей ансарлықтар" дейді. "Егер де мен Меккеде пайғамбар болып туылмағанда, мен ансарлықтардың біреу болатын едім" дейді, мәдиналықтардың. "Біліп қойыңдар ей ансарлықтар, егер де түгел қауым бір тараппен кетсе, ансарлықтар бір тараппен кетсе, мен ансарлықтардың артынан кетем" дейді. "Сендер дос болғанмен мен доспын, сендер қас болғанмен мен қаспын. Адамдар үйлеріне қойларды, түйелерді, ешкілерді, алтынды арқалап кетіп бара жатқан кезде, мал мен дүниемен қайтып бара жатқан кезде, разы емессіңдер ме сендер Алланың елшісін үйлеріңе алып қайтуға" дейді. Сол кезде сахабалардың барлығы ағыл да тегіл не істейді? Жылайды. Алланың елшісі бізді кешір деп сахабалардың барлығы жылайды, ансарлықтардың. Міне пайғамбардың адалдығы, ағайындар, пайғамбардың адалдығы болды, шаруасы бітті ғой, енді ислам жеңіске жетті ғой. Меккеде қалып қойды ма? Жоқ. Пайғамбардың адалдығы Мәдинаға соңына дейін кетті. Соңында айтты: "Мен сендердің іштеріңде өмір сүрем,
сендердің іштеріңде өмірден өтем деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Міне пайғамбарымыздың адалдығы. Бұл пайғамбарымыздың достарына деген тірі күніндегі адалдығы болса, достарына деген, қоғамға деген өлгеннен кейін де адалдығы болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әр апта сайын Бақиқ деген қабір бар, қабірстан, және Ухудта қайтыс болған 70 сахабаның қабірі бар. Ол бір 3 километрдей жер, кәдімгі 3-4 километр жер. Соған әр апта сайын пайғамбарымыз барып, сахабалармен сөйлесетін болған, арттарына дұға қылатын болған. Міне адалдық деген осындай, ағайындар. Адалдық өмірден өтумен тоқтап қалмайды. Адалдық шаруаң біткенше емес, адалдық бұл өмір бақи жалғасу керек екен. Бұл пайғамбарымыздың бойындағы ең керемет сипаттардың бірі екен. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен тұлғалық өнегелер деген маған берілген тақырып осындай. Мен кішіпейілдік туралы айттым, мен қарапайымдылық туралы айттым, әділеттілік туралы айттым, және адалдық туралы айттым. Бұлар, ағайындар, бүйтіп 20 минутта айта салатын нәрсе емес. Бұл үлкен тақырып. Сол үшін сіздерді ары қарай жалғасын тыңдау үшін төмендегі подробный батырмасын басып тыңдауға шақырамын деп қатты ойнап айтам. Сол үшін де бұл пайғамбарымыздың негізгі өмірге келудегі миссиясы, құрметті ағайындар, өмірдегі пайғамбарымыздың миссиясы бу'ithtu ли утаммима макаримал ахлақ. Мен көркем мінезді толықтыру үшін келген пайғамбармын дейді. Көркем мінез жоқ деп атқан жоқ, бар, жоғалып бара жатыр, кемелденбей жатыр, соны орнына толтыру үшін келген мен пайғамбармын деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Қиямет күні көркем мінезді бол, мұның барлығы көркем мінез деген осы міне. Қиямет күні көркем мінезді болған адамдардан көп адам менің қасымда болмайды. Жәннатта пайғамбарымыздың жанында ең көп отыратын кісілер дүниеде көркем мінезді болған кісілер екен. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам керемет хадисі бар. Алла тағала жәннаттың шетінен үй береді дейді. Кімде-кім өзінікі дұрыс бола тұра жанжалдан бас тартса дейді. Тоқтамайды анау, қой десең қоймай жатыр да. Ай, жақсы дедің, болды. Менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес. Бірақ мен не істедім, бас тарттым, болды, қойшы, болды. Деп бас тарттым. Кімде-кім өзінікі дұрыс бола тұрып жанжалдан бас тартса, жәннаттың шетінен үйі дайын дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам. Кімде-кім ойнап болса да өтіріктен бас тартса, жәннаттың ортасынан үйі дайын дейді. Ал кімде-кім көркем мінезді болатын болса дейді, онда ол жәннаттың жоғарғы жағынан үйін ала берсін деген екен. Көрдіңіздер ма? Міне осындай керемет кеште осындай нәрселерді білдік. Құдай қаласа дәл осылай жәннатта отыруды Алла нәсіп етсін. Бүгінгі Абылай бауырымыздың керемет тырнақалды туындыларының біріне осылай жалпы осы ұжымның алғашқы кешіне қош келдіңіздер. Көп рахмет, баршаларыңыз уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Алла разы болсын.